Сәлем, футбол сүйер қауым. Бүгін біз ерекше квиз ойнаймыз. Тек нағыз фанаттар ғана дұрыс жауап бере алады. Ережесі қарапайым. Сендерге танымал қазақ футболшысының бет әлпетінің бір бөлігі ғана көрсетіледі. Ал сенің міндетің оның кім екенін табу. Дайынсың ба? Онда бастайық. Мына футболшының есімі кім? Жауабы Серікжан Мұжықов. Келесі сұрағымыз: бұл кім болуы мүмкін? Абат Аймбетов. Мына футболисті танисың ба? Атақты футболист Асхат Тағыберген. Келесі мына футболистші Еркебұлан Сейдахметов. Ал мына футболисті танисыз ба? Жауабы Әлібек Қасым. Абылайхан Жұмабек. Қазақ футболистерін жақсы танитын бе едіңіз? Нұрәлі Әліп. Келесі кезектегі футболистіміз Рамазан Оразов. Дмитрий Шамко. Ал бұл Санжар Батырханов болатын. Ойын қызық болып жатыр ма сіздерге? Рүстем Емиров. Қуаныш Қалмұратов. Жарайсыз, дұрыс таптыңыз. Бауыржан Исламхан. Атақты футболистердің бірі Димаш Қашкен. Бұл Эльхан Астанов болатын. Ойынымыздың жартысына да келіп қалыппыз. Дастан Сәтбаев. Ең жас ойыншылардың бірі. Келесі кезектегі ойыншы Айбар Жақсылықов болатын. Айбол Абикен. Көрермендердің арасында отандық спорттық қолдаушылар бар ма? Бар болса жаза кетіңіздер комментарийге. Және футболдан басқа қандай спорт түрлеріне қызығасыздар, сүйіп қарайсыздар, оны да комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Оралхан Өміртаев. Еркін Тапалов. Ал бұл кім болуы мүмкін? Тимурлан Анарбеков. Бекхан Шайзада.
Михаил Куйбышев. Рамиль Хайруев. Лев Скворцов. Немцов. Журналист Кнудыкин. Сергей Мамонтов. Осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойын сіздерге ұнады каналға жазылып, сатып және комментарий қанша балл жинағаныңызды жазып өтіңіз. Егер сіз 1-ден 5 ұпайдың аралығында жинасаңыз, уайымдамаңыз, бұл тек қана бастамасы. Ал 10-20-ның арасына жинасаңыз, сенің футболға деген шынайы қызығушылығың бар деген сөз. Ал 20-ның 30-тың арасына жинасаң, сен футбол статистикасын жастанып жататын жанкүйерсің деген сөз.